Өздеріңіз білетіндей, Сүтқауыз компаниясы құрт, ірімшік, май, попкорн деген сияқты тауарларды Қазақстан бойынша оптым сатуда, ең төмен бағада. Осы Аллаға шүкір кәсібіміз арқылы көптеген жетістікке жетудеміз. Мысалы осы кек фильм түсірілімі деген сияқты, мініп жүрген Геленваген, Генезис деген машиналардың барлығы осы кәсіп арқылы алдым. Және де 20-дан аса елде болған екенмін. Енді тек қана өзіміз ғана ақша таппай, Сүтқауыз компаниясының тәжірибесімен сіздермен бөліссем деген ниетім бар. Қазақстан бойынша 300 мыңнан миллион теңгеге дейін ақша табам деген кісілер болса, сіздерді іздейміз. Ұсыныс шектеулі, тек қана 50 адамға ұсыныс бар. Жалпы айтқанда компаниямыздың толықтай тәжірибесімен бөлісуге дайынбыз. Маркетинг, стратегия, сату деген сияқты барлығы оптымен бөлісуге дайынбыз. Толық информация алу үшін көрсетілген астағы сілтемеге өтіңіздер, немесе көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Ұлымды адам қылады, білім алады, тәрбиелейді деп тапсырғандағы үмітімді ақтағаның осы ма? Арман қуып, қалада ағамның қолында тұрып, білім алам деп, өзіңе құстай ұшып келген бауырыңа жасағаның осы ма? Абыройы бар ғой деп, жалғыз ұлымды сен тапсырған өзім ақымақ екенмін. Бір бауырыңды қорғай алмасаң, бұндай абыройың да, жинаған дүниең де мен үшін бір тиын. Аға, өтініш, сабыр етіңізші. Ең бастысы, Рауан тірі ғой. Мен қолымнан келгенше барлығын жасайтын болам. Қажет болса, әлемдегі мықты деген клиникаларға апарам. Ең мықты врачтарға емдететін болам. Ол жағын уайымдамаңыз. Мен Рауанды қолымнан келгенше қорғадым, түсінесіз ба? Рауан жасаған қателіктерінде кейбір өткен басындағы оқиғалардың барлығын көріп тұрсам да, білсем де бауырымды қорғадым. Түсінесіз ба, аға? Қандай қателік соншалықты? Мүгедек қылып, ақыл өсін жоғалтатындай, басында қандай ауыртпалық түсті? Қуаныш, қандай жағдай болмасын, сен бауырыңды қорғауға тиіссің. Жасаған қателігін алдын ала, жасамас бұрын қолға алу керек еді. Ұқтың ба? Аға, сол үшін ініге аға. Санжарыным, солай да. Қай ауруханаға ауысып келдің сонда? Қалалық психиатриялық клиникаға бас дәрігер болып ауысып келдім. Дұрыс болған екен. Алыстан арбалағанша жақыннан дұр бола деген. Елге қайтқаның дұрыс болыпты. Жеңгемнің ауруханаға түскеніне біраз болды ма? Иә, бір аптадай болды. Жеңгенің денсаулығы жоқ екен, баяғыдан білесің ғой. Сол Дарханның қазасынан кейін жағдай тым нашарлап кетті. Иә. Оңай емес. Бүгін жолай мазаратқа соғып, Дарханның басына Құран бағыштап қойдым. Аға, сіз сол баяғы Дарханның кегін алам деген ойыңыздан әлі қайтқан жоқсыз ба?
Не үшін ол ойымнан қайтуым керек? Сен осы жеңгең екеуің келісіп алған жоқсыңдар ма? Мен ұлымның кегін қайтарам деп өз-өзіме серт бергем. Өлсем өліп кетейін. Бұл сертімді ешқашан бұзбаймын. Қандай қадам жасасаңыз да, алдымен анық қанығына көз жеткізіп алғаныңыз дұрыс аға. Санжар, мен не айтқым кеп тұр? Бұл істі полицияның еншісіне қалдырайық. Дарханды өлтіргендер бұл адамға не үшін барды? Бұған не себеп болды? Осының барлығын анықтап, кінәлілерді табу солардың міндеті ғой. Кек алам деп ертеңгі күні нақақтан нақақ қан төгіліп жатса, оның да сұрауы барын ұмытпаңыз аға. Санжар, сол полицияларың табатын болса осы уақытқа дейін таппай ма? Кінәлін тауып, өздерің мықты екенін көрсетпей ма? Жарайды. Ал сіз қайдан таппақсыз оларды? О да сенің шаруаң болмасын. Сен бұл ақылыңды жындыханаға барып, ана ес ауысқандарың айтасың. Өз жолыңды біл, өз жұмысыңды біл. Бұл менің соғысым. Сен бұған араласпа. Самат аға, жай жүрсіз ба бұнда? Қалайсың, Қаныш? Жақсы. Мен шақырдым. Сейіл, қалайсыңдар? Жақсысың. Қадиша қалай, жағдайларың жақсы ма? Жақсы, шүкір. Рауанға бардыңдар ма? Жағдай қалай? Есі ауысқан адам жағдай қалай болушы еді? Сабыр қылыңдар енді. Дұрысталып кетер. Жарайды, ішке кірейік. Қуанышжан, сен ағаңа ренжіме. Ол Рауанның жағдайына жүрегі ауырып, ашуланып жатқаны ғой. Сен ешқандай кінәң жоқ. Ол сенің кінәң жоқ екенін ол біледі.
несіне ренжимін жеңге? Ағамды да түсінемін. Мүмкін менде де кінәм бар шығар. Бір бауырыма бас көздеп ала алмадым. Мені кешіріңіздер жеңге. Бірақ уәде. Рауанның денсаулық жақсы болып кетем дегенше бар күшімді салатын болам. Қуаныш, кешірім сұраудың қажеті жоқ. Сен оған кінәлі емессің. Бұл жағдайға Рауанның өзінің қателігі бар екенін менің жүрегім сезеді. Бірақ қандай жағдай болмасын, өз перзентімді жамандыққа қимайым. Не болса да, қандай қателік жасаса да, дені сау болып, мына көз алдымда аман есен жүргенін қалайым. Жеңге, сабыр етіңіз. Уайымдай бермеңіз, бәрі жақсы болып кетеді. Рауан әлі де аяққа тұрып кетеді. Рахмет. Қалада оқысын, үлкен азамат болсын деп жіберген баламның осындай күйін көру қандай ауыр екен түсінесің ба, Самат? Болары болып, бояу сіңген екен біліп отырмыз ғой. Рауан, бұзушылық жасап, кешкісін кешігіп келіп, кей күндер келмей қойып та шығарған. Біреулерге қарызы болған дей ма? Ауылда отырып осын біреуінде білмеген біз ғой. Бізге ертелеу айтса болады ғой. Бір мәселесін шешер едік қой. Ағасын қасында жүр деп қуанышқа сеніп жүре беріппіз. Ақыры не болды? Сейіл, сен негізінде қуанышқа бекер ренжисің. Бір жігіттің ағасы болса қуаныштай ақ болсын. Ол Рауан үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Жаңа мына өзің естігендей, кезінде біреулерге көп ақша қарыз болған ба, одан кейін оны соңынан біреулер түсті-ау деймін. Енді одан кейін қандай проблема болғанын білмеймін. Бірақ осы жағдайлардың басы-қасында мына мен өзім болдым. Одан кейін ана Рауанның бір досын біреулер өлтіріп кеткен кезде ол есінен адаса бастады. Солардың кесірі тиіп кетпесін деп, жұрттың көзінен таса қылам деп, бір ауылға апарып жасырды. Рауанның қасында мына мен болдым. Бауырын құтқарам деп, бауырымның проблемасын шешем деп шырылдап, қолынан келгеннің бәрін жасады. Енді Рауанның дәл қазіргі мына отырысына Қуаныштың ешқандай кінәсі жоқ, Сейіл. Негізі бар ғой, осының бәріне өзім кінәлімін. Қалаға оқуға жіберіп, Қуанышқа сеніп отыра бермей, тәрбиесімен өзім айналысуым керек еді. Самат, түсінесің ба? Мен баламның осындай күйін көріп, жүрегімнің ауырғаннан ашуланам. Әйтпесе, Қуанышқа өкпем жоқ. Енді не істеймін? Бір Аллаға тапсырам да. Шипасын берсе емделіп кетер. Болмаса, пешенесіндегісі көреді, Самат. Бәрі жақсы болады, Сейіл. Бәрі жақсы болады.
Алло. Қайда? Не үшін? Жарайды, келістік. Абайлаңыз. Абайлаңыз, жол. Мамаш. Так, жігіттер. 2 рейс жасадым. 1,5 теңге болды. Қайдағы 1,5 теңге? Кетші бар, қақтағы ақша. Қалай кетші бар? Бауырым, мен сен өзім анау еңбегімді сұрап тұрмын ғой. Айттым ғой саған, ақша жоқ. Қалай жоқ мен? Ақша жоқ саған, шал. Жас балаға алың жетпесе көтін қысып жүр. Самат аға? Самат аға? Не істеп жатсың? Самат аға? Не істеп жүрсіз бұнда? Мен сізге айтқан едім ғой, ауылға бардыңыз деп. Ана тірлікті бітірдіңдер ма? Жоқ, әлі бітіре алмадық. Неғып бітіре алмай жүрсіңдер? Біреу ұрып кеткен ба, түрлерің ағып кетті екеуің? Базарда грузчиктің братандарыма, достарыма жағылып кетті. Грузчиктер? Иә. Әтпеші сол грузчиктің осында. Не? Кімге сеніп жүрсің сен бұл жерде? Я звонил типа крутой братишкаларыңа. Ағам қайда? Қайдан вандамың? Мен брачкамды жабылып сындырып кетіпсіңдер ғой? Сен брачкаларына ешкім жабылған жоқ. Және де тірліктер дұрыс емес жігіттер. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екен шешетін сен емес бұл жерде. Қысқасы, сен ана брачкаларын мен братанымды по беспределу сындырып тастады. Ал мен братаным үшін тұрып бердім. Сондықтан бұл жерде артық әңгіме қажет жоқ деп ойлаймын. Ал сендер менің брачкам сындырғасыңдар. Так что, закосяк, анау машинаны қоясың. Болмаса, анау жерден братаң екеуін орындайын деп едіңдер. Бауырым, егер тура жүрген жігіт болсан, олай сөйлеген дұрыс емес. Ол жерге кімнің жататыны, қашан жататынын сен шешпейсің. Сөз ұғасың ба, сен ұқпайсың ба өзі? Жігіттер, негізі дұрыс жігіт сияқтысыңдар ғой. Бәрі нормально, ондай боп тұрады. Жігіттер, бәрі нормально. Самат аға, жақсы ма бәрі жақсы? Жігіттер, сөздің қысқасы, ешқандай қан төгіс қажет жоқ.
Мен сендерге айтарым, ешкім ақысын жеуге қақысы жоқ. Еңбектің үлкені болсын, кішісі болсын, еңбек етті ме ақысын төлеу керек. Көкіректеріне сеніп, біреуге тиесілі дүниені жеп, абырой таппайсыңдар жігіттер. Кеттік аға. Қаныш, мынау мен осында қызмет істеп жүрген кездегі қоймаға келіп түскен тапсырыстардың есеп қисабы өзің жақсылап тексеріп қабылдап ал. Өзіңіз толықтай тексеріп шықтыңыз ғой аға, иә? Иә, жақсылап тексердім. Қуаныш, мен барынша адал істеуге тырыстым. Енді мына құжаттардағы сомалардың бәрі дұрыс деп ойлаймын. Енді мына жұмыс барысында менің тарапымнан кеткен бір түсінбеушіліктер, қателіктер болса, айып етпе оған. Енді кезінде менің жағдайымды түсініп, мына мен жұмысқа алғаны үшін саған алғысым шексіз. Бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын, бауырым. Аман бол. Рауан аман болсын, енді тезірек соғып кетсін. Жақсы, бауырым. Самат аға, енді қандай жоспар болып жатыр? Қайда барасыз? Енді әзірге ауылға қайтам. Ары қарай көре жатамыз. Екі қолға бір күрек табылады ғой. Самат аға, негізінен бір ретте Рауанмен болған жағдайда сіздің қатысыңызда кінәңіз де жоқ. Айтылған сөздердің барлығы жай ғана ашумен кетіп қалды. Ренжімен шаға. Сізге ешқандай өкпем де жоқ, қапа да емеспін. Сондықтан Sütkaus компаниясында жұмысыңызды жалғастыра берсеңіз болады. Өзіңіз сияқты адал, сенімді жігіттер керек қой. Ал достар, емханада кім жатыр деп ойлайсыздар? Егер тапсаңыздар, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Қуаныш Данияр каналына тіркелуді ұмытпаңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар.